Армысыздар құрметті қазақ елі, сіздерді өз арнамда көргеніме қуаныштымын. Трамп шұғыл мәлімдеме жасады. Украина әскерінің жағдайы қиындаған және қоршауға түсіп қалу қаупі туындағанын, сонымен қатар Украина әскерінің қазіргі кезде жағдайы мәз емес, керісінше ресейліктер үшін осынау келіссөздер пайдасыз болуы мүмкін екенін айтып отыр. Яғни біз осы кезге дейін айтып келген болатынбыз, Ресей әрине соғыстан әлсіреп шығатын мемлекет. Ол қазір соғыс аяқталса да, бір жылдан кейін аяқталса да, қашан аяқталса да, соғыс аяқталса, бәрібір Ресейдің экономикасын қалпына келтіруіне жылдаған, ондаған 20 жылға жуық уақыт керек екенін айтқан болатынбыз. Яғни экономистердің зерттеулеріне қарағанда. Енді қараңыздар, қазіргі кезде, дәл қазіргі кездегі жағдайға қарайтын болсақ, Ресей-Украина соғысында Трамптың айтуына қарағанда Украинаның жағдайы қиын және олардың қоршауға түсіп қалу қаупі туындағанын айтып отыр. Ресей мен Украинаның арасындағы алдыңғы Джиддадағы келіссөздерден кейін бір айға жуық атысты тоқтату келісімі туралы қазір айтатын боламыз. Алдымен Трамптың не себепті Украина әскері қиын жағдайда қалғанын және Путиннен сол әскерлерді аман сақтап қалуын сұрағанын оқып берейін. Трамптың не айтқанын қараңыздар. Трамп былай дейді: Ресей президенті Владимир Путинмен өте жақсы және нәтижелі келіссөздер жүргіздік. Осы қанды қасап соғыстың ақыры аяқталуына үлкен мүмкіндік бар. Алайда дәл қазір мыңдаған Украин әскері ресейлік күштермен толық қоршауға алынған және өте қиын осал жағдайда тұр. Мен президент Путиннен олардың өмірін сақтап қалуды сұрадым. Бұл екінші дүниежүзілік соғыстан бері болмаған жойқын қырғынға айналар еді. Құдай олардың барлығына жар болсын деп жазған болатын Трамп. Яғни Трамп Путиннен өтініп сұраған осынау қоршауға мыңдаған әскерді тұтқынға түсіп қалу және олардың өмірлеріне қауіп төніп тұр, соларға жаңағыдай аман сақтап қалу туралы. Енді қарасаңыздар, өткен жолғы келіссөздерді естеріңізге алып көріңіздер. Эр-Риядтағы, Джиддадағы келіссөздер. Джиддадағы келіссөздер кезінде білесіздер, Ресей мен Украина соғысы кезінде үлкен бір өзгеріс басталғалы тұрған еді. Ол қандай өзгеріс? Атысты бір ай мерзімге тоқтату туралы. Екі тарап келіссөзге келді. Украина тарапы келісті, Путиннің жауабын күтті қаншама халық, және оған көп кешіктірмей Путин де өз жауабын берді. Алайда Ресей билігінің Украинаға қояр шарттар да бар. Олардың негізгі 3 шартын айтуымызға да болады. Ол бірінші шарт, әрине, Украина НАТОға мүшелікке өтпеу керек. НАТОның құрамына кірмеу керек Украина. Ол негізгі шарт. Одан кейін Украина жеріне қандай да бір сыртқы күштер, атап айтар болсақ, Америка құрама штаттарының әскері, Европа мемлекеттерінің жинақталған әскері кірмеу керек. Украина жерінде орналаспау керек. Ал үшінші шарт, бұл осы кезге дейін Ресей әскері Украина жерінің біршама аймағын жаулап алған болатын. Міне осы жаулап алған аумақтарды Киев, яғни Зеленский мойындау керек деп отыр. Ресей әскері жаулап алды деп. Ал бұл келіссөздерді тығырыққа тірейді. Өткен жол айтқандай, мына бірінші шарт, яғни НАТОға кіру мен шетелдік әскерлердің Украина аумағында орналасуына Зеленский келісуі мүмкін. Алайда үшінші шарт үшін Зеленский келіспейді деп отыр. Өйткені Зеленскийдің, біз білеміз, осы кезге дейін жасап келе жатқан мәлімдемелерін, бұл Украинаның бұрынғы территориясын қайта қалпына келтіру. Ол Қырымнан, басқа да аймақтардан айырылып қалғысы келмейді, және тарихта Зеленский жеңілген президент ретінде де қалғысы келмейді. Кім болсын, Путин болсын, Зеленский болсын, тарихта жеңілген билеуші ретінде қалғысы келмейді. Және үшінші тарап, Америка құрама штаттарының билігіне жақында ғана келген Трамп өзінің сайлаушылары алдына берген уәдесінен айнып кеткісі келмейді. Өйткені Трамп өз сайлаушыларына уәде беріп қойды. Бұл Америка үшін президент болсын, шенеуніктердің берген уәдесі, айтылған сөз, атылған оқ, олар оны қатты талап етеді. Біздегідей сайлау алдында берген уәделерін сайланып алғаннан кейін ұмытып кететін жаңағы шенеуніктер сияқты емес, депутаттар сияқты емес, тек уәде бергеннен кейін ол уәдені орындау керек. Ол саясаткердің, партияның, тұтастай партияның имиджіне әсер етеді. Қазіргі кезде білесіздер ғой, Америкада екі негізгі партия, республикалық партия мен демократтардың партиясы. Осы екеуінің арасындағы күресте бұл имидж қатты әсер етеді. Егер де Трамп өзінің айтқанда тұрмайтын болса,
соғысты тоқтата алмаса, онда ол Трамптың рейтингін сөзсіз құлдыратады, бірден құлдыратады. Және оның осы кезге дейін жасап келе жатқан мәлімдемелерінің күлін көкке ұшырады. Сондықтан ресейлік тарап пен Украинаны Трамп қалайда келіссөзге алып келуге ниетті. Яғни бұл соғысты аяқтайық деп отыр. Және тезірек. Оның немен аяқталатыны, қандай нәтижемен аяқталатыны Украина үшін бұл қаншама территориясын жоғалту қаупін туындатса да, Трамп бұл келіссөздерді барынша тезірек аяқтауға тырысып жатыр. Алайда Зеленский қырсығып айтқаннан қайтпай отыр. Өткен жолы Ақ үйде жасаған үлкен мінез көрсеткен. Білесіздер, Зеленский әрине дұрыс шешім қабылдады дейді Европа саясаткерлерінің сөзіне қарағанда. Трамптың алдына көмек сұрап барғанда оған жасаған осынау қысымы киіміне тиісті Зеленскийдің. Одан кейін пайдалы қазбаларын игеруге байланысты құжатқа қол қоюын сұрады, бірақ айналып келгенде Зеленский бұл оқиғалардан кейін үлкен айқай шығарып Ақ үйден кетіп қалған болатын. Алайда қайтадан Сауд Арабиясының өткен келіссөздердің кезінде екі тарап белгілі бір ымыраға келгендей болды, бірақ Трамп үшін қазіргі кезде маңыздысы ол өзінің сайлаушыларына берген уәдесі. Ал Зеленский үшін маңыздысы ол халқының ғасырлар бойы қалыптасқан территориясын қайта қалпына келтіру. Ол да өзінің халқына берген уәдесін орындау. Өйткені ол берген уәде, яғни Украинаны бұрынғы қалпына келтіру. Украинаның территориясының тұтастығы. Алайда Путин егер келіссөздерде Зеленскийдің ығына жығылатын болса, өз халқына не айтады? Мыңдаған адамдардың қырғынның сұрауы қайда болады Кремль үшін, егер ол территорияны Украинаға қайтарып беретін болса. Сондықтан бұл келіссөздердің нәтижесінде екі тарапта тығырыққа тіреліп отыр. Тіпті Трамптың өзі бұл мәселеге бас сұғып, ақыр аяғында президент болып алғанымен өзінің рейтингісі құлдырап жатыр мына жақта. Путиннің қойып отырған шарттары Зеленскийді де тығырыққа тіреді. Егер де Зеленский расында да өзінің территориясын жоғалтпаймын десе, онда ол соғысты одан әрі қарай жалғастыруына тура келеді. Өткен жолы Трамп та бұны айтқан болатын. Егер украиналықтар осынау соғысты қаласа, бізсіз бұл соғысты жалғастыра берсін, көрейік қашанға дейін барар екен дегендей мәлімдеме жасаған болатын Трамп. Енді Зеленский де өзінің халқына беріп қойған уәдесі бар, өзінің территориясын қалпына келтіргісі келеді. Трамп та айтқаннан қайтпай жатыр, Путинде кері шегінетін түрі жоқ. Демек, бұл соғыс жақын арада тоқтай қояды деген үлкен үміт бар. Бірақ келіссөздер тығырыққа тіреліп келе жатыр. Енді көріп отырсыздар, Трамп айтып отыр, Украина әскері қоршауда қалғалы тұр Ресей әскері тарапынан. Сонда бұл соғыс 2025-те аяқталмайтын болғаны ма? Егер бұл соғыс 2025-те тоқтамайтын болса, екі мемлекетте де әбден адам шығыны болсын, экономикалық шығын болсын, әскери шығын, жалпы айтқанда бұл соғыс екі мемлекетте де қалжыратып, ақыр аяғы бұл соғыстың немен аяқталатын болжап білудің өзі қорқыныштығы. Себебі Украина Зеленскийдің басшылығында болып отыратын болса, бұл соғыстың жақын арада мынадай келіссөзбен аяқта қоюы екіталай дейді. Және бұл мағынасыз соғыс екі мемлекетте әбден қалжыратады. Тек Украинаны ғана емес, Ресейде де әбден тұралататын соғыс болғалы тұр. Сондықтан бұл келіссөздер қазіргі кезде әбден тығырыққа тіреліп отыр.